Көріп тұрсыз, ішінен маткасы қайта-қайта шығып кете береді екен. Ішіндегі жаңа циркулярный мышца деген расслабление болып кеткен болуы мүмкін. Сол себебінен мынандай мышца шығады. Маткасы қайта-қайта шыға береді екен. Соны енді операция қыламыз. Міне жергілікті анестезия қыламыз. Матка салынды. Бұл енді алдындағы тіккенді, матка тіккенменен бар, бұл просто жіппенен тіккенді. Жіппенен тіккеннен кейін мына қарап, мына жіп жыртылып кетіп, орынлары жыртылып қалған, түсіндіңіз ба? Сөйтіп мынерде бірігуші тоқмалар пайда болған. Енді еш уақытта оны тұрған бір жіппенен тігуге болмайды. Мынандай валик қою керек болады, қапталмай. Валик қойса, еш уақытта тігісті жырта алмайды, постоянно тұрады. Валикті тігісті қойғанда да бар, бұға қарап көру керек, бұл жерде сиетін жер қалдыру керек. Міне валиковый тігіс болды, көрдіңіз, құр жіп болғанда бар, бұға жіп үшенген уақытта жыртылып кете береді. Алдыңғы бір ветеринар тіккен жыртылып кете береді. Torda akası ötken yılı bu boru tutkanda yırtılıp ketken edi. Veteriner bir dakikamiz naturu tikip koygan şekilde men unda yo'q edim. Mana Xudoga shukr, hozir mana Maqsad og'amiz Samarqand veterinariya universiteti domlasi tikib berdi. Chiroyli qilib, hozir ko'rib hayron qolyapman. Oldingi tikilgan yeri bunaqa emas edi. Xudo xolasa endi sog'ayib ketsa, bu yog'ini endi qo'llari ko'payib, yaxshi nimaga natijalarga erishamiz. Bolalar aksiya qilib, besplatno qilib menga o'tkazib berdi bu operatsiyani. Hammalar shu yerga tavsiya qilib qolaman. Yaxshi domlamiz ham insoniylik tomondan ham vrachlik tomondan ham yaxshi akamiz. Men ishonaman bu akamizga. Sizlar ham ishoninglar. Rahmat katta. Bulat Araşan. Yaxshi amal yem bo'lsa. Ayak yazdırıp sala verirsin, balesi mi ayak? Yok. Operatsiya уже bitti. Уже балаларымыз сабақ кеп получательность шығарып бітіріп жатыр.